Құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі сіздерге таныстырғалы отырған кітабымыз жан-жақты жетілген идеалды адамның қасиеттері мен ерекшеліктерін түсіндіре отырып, оқырманның ішкі құндылығы бай адам болуға шақыратын жаңа дәуір жазушысы Қайрат Жолдыбайдың кемел адам туындысы. Автор кітапта 3 нәрсені басшылыққа алады. Біріншісі ислам діні қағидалары, екіншісі қазақтан шыққан ғұламалардың ойлары, үшіншісі әлеуметтік негізде мойындалған ғылыми тұжырымдар. Кітап негізгі 6 тақырыпты қамтиды. Олар кемелдену кедергілері, денсаулық, тайм-менеджмент, қаржылық сауаттылық, эмоциялық зерде және қарым-қатынас. Кітапта тек теориялық анықтамалар ғана емес, автордың кеңестер мен адамның өз эмоциясын тануға арналған тест жұмыстары да кездеседі. Автор өз сұхбатында соңғы кездері түрлі тренингтер өткізгіштер мен мотивация бергіштер көбейіп кетті. Олар ақшаға құныққан соншалық дінге, тілге, дәстүрге қарсы сөздер айта бастады. Қоғамдағы осындай келеңсіздікті ой елегінен өткізе келе, осындай бір дүние жазылу керек деген ойға келдім деп, кемел адам туындысын қазіргі қоғам үшін маңыздылығын қарапайым сөзбен ашып түсіндірді. Құрметті тыңдарман, сіздерге оқырманның кемелдікке жетелеген, рухани байытып, көкірегін оятып, қаржылық сауаттылығын арттырып, дұрыс қарым-қатынасты түсіндіре білген кемел адам кітабын оқуға кеңес береміз.